Баршаға сәлем. Бас ауырғанда жиі ішетін 3 дәрінің зиянын білесіз бе? Видео бастамай тұрып лайк басып достарыңызбен бөлісе кетіңіздер. Басыңыз ауырып, дене қызуыңыз көтерілсе, алдымен дәрігерге емес, бірінші кезекте аптекаға барамыз. Мысалы, цитрамон, аналгин, аспирин әр үйдің дәрі қобдишасынан табылады. Бұларды аптасына 3-4 рет ішетіндер де бар. Осы аталған дәрілерді көп пайдаланатындар нені ескеру керек екенін айтып өтейік. Естеріңізде болсын, бүйрек және асқазан ауыратын жандарға бұл препараттарды мүлде тұтынуға болмайды. Сонымен қатар ұйқы алдында ішпеңіз, өйткені ішкі мөлшерде ісік пайда болуы мүмкін. Кейбір жандардың асқазанында жара болады. Ацетилсалицин қышқылы сол жаралардың бетін ашып жіберуі мүмкін. Соның салдарынан асқазаннан қан кетіп, язва ауруына ұшырауы ықтимал. Кез келген дәрілердің құрамында аз мөлшерде қышқыл болады. Сондықтан дәріні бас ауырған сайын ішу оған тәуелділікті күшейтуі мүмкін. Цитрамонды әсіресе қан қысымы бар адамдарға ішуге болмайды. Себебі құрамында аспирин және қан қысымын көтеретін кодеин бар. Цитрамон ешқандай кері әсері жоқ дәрі сияқты болғанымен, жағымсыз әсерлері өте көп. Абай болыңыздар. Дене қызуы көтерілсе, бірден дәрі ішуге асықпаңыз. Дәріден бұрын суды көбірек ішіңіз. Ол бойдағы ыстықты қайтарады. Баланың қызуы 38,5 градустан, ал ересек адамдардікі 39-дан жоғары болған кезде ғана ем-дом жасау керек. Ал дәрілік заттардың өзінің сақтау нормасы болады. Егер дәрі қобдишасына назар аударатын болсаңыз, онда бөлме жағдайындағы, яғни 25 градустан жоғары емес температурада сақтау керек екені жазылған. Дұрыс сақталмаған жағдайда дәрінің құрамы өзгеруі мүмкін. Сонымен қатар дәріні сүтпен бірге ішуге болмайды. Өйткені сүт дәрінің құрамындағы қышқылды еріте алмайды. Денсаулықтарыңыз мықты болсын. Видео ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, өз пікірлеріңізді жаза кетіңіздер.